Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Pinduoduo приложениесінен төлем картаны қалай өшіру керектігін көрсететін боламын. Приложениеге кіріп, оң жақ шеттегі өзіміздің жеке профилімізге кіреміз. Мына тұрған иероглифті басамыз. Үшінші стрелканы басамыз. Менде мына жерде екі карточка тіркелген, сол үшін менде екі көк виза жанып тұр. Өзімізге керек емес визаны таңдап аламыз, яғни өшіру керек. Визаны таңдап аламыз. Таңдағаннан кейін оң жақ төбесінде екі жазу тұрады, соны басамыз. Астында екі жазу шығады, соның біріншісін басамыз. Астында қара жазу тұрады, соны басамыз. Басқаннан кейін осындай қызыл перне және қара жазу шығады. Қара жазуды басамыз. 6 цифр сұрап тұр бізден, 6 сан. Яғни біз карточканы тіркеген кезде төлем кодын ойдан шығарып жазған болатынбыз. Сол 6 санды теріп шығамыз. Карточкамыз өшірілді. Яғни менде жаңа екі карта тіркеліп тұрған болатын. Мен өзіме қажеті жоқ картаны өшірдім.